Барлықтарыңызға сәлем. Жақсы өлдің асханасы каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз бала кездің дәмі ірімшік қосылған печенье жасайтын боламыз. Видеоны бастамай тұрып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Ең алдымен 450 грамм ұнымызға 200 грамм сары майымызды қосып, үткіштен, чоркадан өткізіп алатын боламыз. Барлық майымызды өткізіп алдық. Бізде осындай крошка пайда болады. Жақсылап тұрып араластырамыз ұнымызды майымызбен. Үстінен 400 грамм ірімшікті қосамыз. Грамм қантымызды қосамыз. Бір ас қасық қамыр қопсытқышты қосамыз. Разрыхлителді. Жақсылап араластырып аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа демалтып қоятын боламыз. Біздің қамырымыз демалып болды. Столдың үстіне аздап ұн сеуіп, қамырымызды жайып алатын боламыз. Мен өзіме ыңғайлы етіп барлығын осылай кесіп алдым. Енді әр печеньеміздің бір жағын қантқа аунатамыз. Одан кейін бір және екі. Үсті бүктеп аламыз. Барлығын осындай форма шығаратын боламыз. Печеньелеріміз жасап болдық. Мен пешімді алдын ала қосып қойдым 180 градусқа. Енді 20-25 минутта пісіріп шығатын боламыз. Біздің печеньелеріміз 25 минутта пісіп шықты. Әдемі болып көтерілген. Бүгінгі видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.